Сұлу төр, 4-ші бөлім. Санаттың жұмысқа орналасуы да Алға колхозына алғашқы командировкамен келуі де ойламаған жерден аяқ астынан болды. Қуыс кеудеге сыймай тулаған жүрек Санатта Айымгүлге сүйрелеген кеште Шөпектің кездесуі оқушының есінде болар. Бұрында жүрмейтін жері, қыстырылмайтын нәрсесі жоқ Шөпекті Санат онша жақтыра қоймаушы еді. Оның әңгімесінен кейін тіптен безінген. Енді сол Шөпек қарсы алдынан шығып, үйінің алдына дейін еріп келген. Атының басы дарбазаға тақалғанда ғана тіл қатты. Қарағым Санат, азды көпті той домалағың тарқады. Ауылды көріп, ішіңнің сағынышын шерін де басқан боларсың. Енді тіршіліктің қамын да ойлау керек деді. Дәл соның күйігі өзіне түскендей-ақ. Санат, оны өзімде білемін деп кетпек болып, оқталып тұрды. Тағы да қанша айтқанмен жасы үлкен адам ғой, ренжіткенім болмас деп іркілді. Ат үстіне бір жамбастап Санатқа қарай кеудесін бере отырған Шөпек әл сөйлеп тұр. Санат, қарағым, Базарбаев деген бірінші секретар саған да алыс емес. Әлгінде үйінде болып, сен туралы құлақ қағыс етіп едім. Ертең ерте келе қойсын деді. Соны айтқалы іздеп ем сені, қарағым. Тфу, бұған кім делдал бол деді. Санаттың жыны қосып кетті. Шөпек сөзін аяқтамастан-ақ үйге қарай жүре берді. Ұмытып кетпе, қарағым, деген Шөпектің сөзін естіген жоқ. Асықпа бала, маған да рахметіңді айтарсың бір деп, мұртынан жымиған Шөпек Санат үйге кіргенде соңынан қарап тұрды да, аттың басын келген ізіне қайта бұрып, шоқырақтатқан бойы Алмагүлдің қорасына бірақ тоқтады. Сырттағы дүбірмен үйден Алмагүл шықты. Үйде ме? Кетіп қалды, деді Алмагүл Шөпекті жақтырмағандай. Үйге сып етіп кіріп кетті. Есік тарс жабылды. Шөпек басын бір кегжейтті де атты тебініп қалды. Бұл кезде Санат жаңағы бір жүрегін көгілдір мұнарға бөгіп, мөлдіреген табиғатта елжіреткен тәтті сезімді шайқап, лайлап кеткен Шөпекке бар лағнетін айтып, төсекке жата бергенде, келесі бөлмеден жеңгесінің даусы шықты. Шаншатай, сенбісің? Менмін ғой, жеңеше. Әлгінде нағашың іздеп жүреді, кездесті ме? Иә, не айтпақ екен? Базарбаевқа мені шақырыпты. Барасың ба? Білмеймін. Өзің білесің ғой, Шаншатай. Мінезі ожар деседі. Барғаның да жөн болар. Түбі алдынан бір өтерің бар. Бұл да дұрыс ақыл екен-ау, деді Санат. Әлгі әзірде қырыс кеткен мінезі жұмсарып, ақылға салып. Ертесінде Базарбаев Санатты қабылдады. Ауданымызға офицер журналистің келгеніне қуаныштымын, деді ашық қабақпен. Бірақ Санат абажадай кең кабинетіне кіргенде ол орнынан тұрған жоқ. Қолында ұсынбады. Иегімен үлкен столдың алдында тұрған қара креслоны нұсқады. Бұрын көрген креслосы, стол да сол бұрынғы стол. Тек армияға кетер жылы Базарбаевтың орнында отырған адам басқа еді. Сонан бері бұл кабинеттегі жалғыз ғана өзгеріс бірінші секретар ғана. Базарбаев шықшытты, қоңқақ мұрын, тұйық қабақ, аласа сұр күс екен. Сұйықтау қара шашын бір шекесіне жыға тарапты. Қушықтау маңдайында әжім сызаттары мол. Ұрт еттері де қыртыстанып, салбырап тұр. Қоңқақ мұрынның астына бір шөкі мұрт қойыпты. Самай шашының ағы мол. Көзінің алды ұйқысы қашқан адамдай ісіңкі. Бұрын редакцияда қызмет істеген екенсің. Бірақ ол қызметінде дей бергенде манадан бері әдеп сақтап, инабатпен үнсіз отырған. Санат сөзін бөліп жіберді. Оны білемін, маған қарапайым жұмыс болса да жетеді. Санат сөзін бөлгенге Базарбаевтың шытынып, жақтырмай қалған сезбеді. Осы кезде қабырғаға қаз-қатар қойылған орындықтардың ең шетінде босаға жақта жарбайып отырған тәпелтек бұжыр бет кісі таңдайын қағып қалып басын шайқаған еді. Оны Санат кабинетке кіргенде де, қазірде де көрген жоқ.
редактор осында отыр. Сіз сол кісінің қарауындасыз. Сізге менің арнаулы тапсырмамды да редактор жолдас айтады. Мұны райкомның тапсырмасы деп ұғыңыз. Бұл әрі сізге сын. Салқын ғана осыны айтты да, қабылдау бітті дегендей қырын бұрылып, стол шетіндегі телефонның құлағына жармасты. Санат жан-жағына қарап еді, орындықтан көтеріліп, өзіне қарсы жүрген кісіні көрді. Ол жорғалай басып келіп, Санаттың ұсынған қолын шап беріп ұстай алды да, «Саламатып», деді ерні болар-болмас қыбырлап. «Редактормын», даусы әрең естілді. Сонан соң Санаттың қолын ұстаған бойы қаңғалақтап кабинеттен алып шықты. «Ол кісіні ренжітіп алдың», деді ұзын коридорға шыққан кезде сыбырлай сөйлеп. Санат түсінбедім дегендей ернін жымқырып, иығын қиқаң еткізді. «Ой, шырағым-ай», деді Саламатов келіп. «Секретар жолдас сөзін бөлгенді жек көреді». Деді Санат иегін көтеріп. «Сонымен ол кісінің маған тапсырмасы нендей?» Шынын айтқанда, Санат Саламатовты бірден ұнатпады. Түріне қарағанда, кексе тартқан адамның өзін соншама берекесі қашып, төмендете ұстауы көңіліне жақпады. Тіпті секретар жолдастың тапсырмасы айрықша. Алға колхозында барып, Оңалбек деген шопан жайлы керім бір очерк жазуың керек. Айналайын, басқа бірдеңелерді шұқылап жүрме деп, күн ілгері зәре құты қалмай қалтырағанда, Санат еріксіз мырс етіп бетін бұрып әкетті. Саламатов мұны да сезген жоқ. Кеңсе қасынан ұзағанша біреу дәл төбесінен төніп тұрғандай, даусы әрең шығып, аяғын қалбалақтай басып, іреңінен үрей сейілмеді. Тек редакция қасына жақындағанда ғана тамағын керіп, қораздана басып, даусы да қатқылданды. «Апыр-ай, мұндай да адам болады екен-ау», деп таңдайын қақты Санат. «Жігерсіз, ынжықпа өзі қалай?» Бұл да бір Беликовтың сыңары болмаса игеді. Редакция аппараты бұрынғысынша небәрі 4 адам екен. Есепші келіншекті қоспағанда негізгі қызметкерлері, жауапты секретар мен бөлім меңгерушісі және бір әдеби қызметкер. Сол әдеби қызметкерінің орындығына Санат келіп отырды. Сонымен арада жұмыспен танысу үстінде 2 күн өтті де, 3-ші күн редактор өзіне шақырып, бірінші секретар телефон соқты. «Айналайын, қазір жүріп кет», деді елпектеп. Санат Әшімқұлды колхоз бастығының орынбасары деп ойлаған жоқты. Осындағы есепшілердің біріне санады. Тозығы жеткен болжыраған матадан қатпар-қатпар бет терісіне желкесі күдірейіп, шіртеген отырысына, өзінше кісімсей шіренуіне іштей күлді. «Шаруаңызды жасай беріңіз, мазаңызды алғаныма кешірім етіңіз», деп әдеппен ілтифат білдіре тысқа шығып кетті. Бұрын да бір жерге келгенде әуелі басшылармен жолығып, өзін таныстыру, шаруасын айту әдеті болатын. Мұнда жүрерде Саламатов, «Айналайын, әлімттің басқа председательдерге қарағанда жөні бөлек. Өзімен кеңеспей, шалыс басып жүрме», деп үсті-үстіне жалбарына айтып, мықтап шегелеп жіберген. Санат не де болса әлімтті күтпек болды. Әбден терсінген киімдей ащы темекінің түтініне ұсталған, кірген сәтте өкшеңді қабатын қоңырсы иіс мүңкіген кеңседен гөрі ол сыртта жүре тұруды мақұл көрді. Бұл ауылға әскерге аттанар жылы бір келіп кеткені бар. Сонда әлімтті де көрген. Бірақ көз алдына оның сол кездегі келбеті қала қоймапты. Ал жазған мақаласы есінде, атында ұмытқан жоқ. Қор болған Қайран Құлубай. Жазған өлеңдерін жатқа білетін, ешқандай ұмытпайтын Құрмаш деген ақын досындай Санатта жазғандарын еске ұстайды. Көбі көкірегінде сайрап тұр. Ауыл сырт қараған адамға бас қалпында секілді. Кешегі дүрбелеңнің шалығы тимегендей. Қызыл тудың көзбен іздеп тінкілеген ағаштары мұнда көше бойларында да, үй аулаларында да жайқалып тұр. Көшеде қыбыр еткен жан жоқ. Ышқына соққан жел өтінен ықтап, бірен-саран ұсақ түйек кеңсенің тасасына иірілген.
Шаңға аунап біреуі жатыр, біреуі мүлгіп тұр. Арасында әлдекімнің көкесегі. Бұл ауыл Қызылтудай аудан орталығы болмаса да одан қомақты. Олпы-солпы көйлектің етегіндей көшелері іркіс-тіркісте емес. Өрістегі қойдай үйлері де ығы-жығы жатқан жоқ. Түзу көшелердің бойына тізіле салынған. Үйлердің көбі жуырда ғана әктелгенге ұқсайды. Сырты тарғақтың жұмыртқасындай тарғыл үйлер аз. Осының өзі колхоздың әл-ауқаты басқаларға қарағанда тәуірлігін аңдатқандай. Үйін көрде иесін таны демекші, ауыл иесінің мықтылығына титтей де шәк келтірмейтін тәрізді. Кеңседен сыртқа шыққанмен Санаттың мұнда да мазасы болмады. Жел қойны қонышын кеулеп, киімін жұлмалап, зықысын шығарды. Бәсеңдер емес, талдалап кеңсеге қайтадан кірер-кірмесін білмей тұрғанда ту сыртынан «Жаным-ау, мынау Санат па?» деген әйел даусы шықты. Жалт қараған Санат өз көзіне өзі сенбегендей қалшиды да қалды. Әйел адам құшағын жая ұмтыла қасына жете бергенде ғана «Әпке!» деп Санат дауыстап жіберді. Айқасқан құшақтар біразға дейін жазылмады. Екеуі де бір-бірін қатты сағыныпты. Төстерін төстеріне басып, тек дүрсілдеп соққан жүректері ғана тілдесіп тұрып қалды. Сосын әйел құшағын жазып, Санатқа қадала қарап, оның екі шекесін алақанымен қапсыра ұстап, маңдайынан құшырлана иіскеді. Сонда ғана сағыныш мауқы тарқағандай қолын босатып, кейін шегінді. Әйел көзіне жас алған жоқ. Жіңішке қара көк көзі күлімдеп, дөңгелек жүзінің ұшына болар-болмас қызыл алау жүгіріп, көптен құмартқан нәрсесін көрмеден жаңа көргендей Санаттың бас аяғына қараумен болды. «Жаным-ау, сенбісің?» дей береді. «Менмін, Санаттың дәл өзімін, әпке» деп Санат та күлді. Бұл Санаттың ауылға келген күнгі көпке дейін алаңдап күткен адамдардың бірі Сапар досының жұбайы Күлімжан еді. Ауылды жерде сөз телеграфтан да жүйрік екенін білетін Санат, менің келген хабарымды естісе, дүние әптер-тәптер болса да Сапар жетпей қоймайды деп, досын сағына күткенде ойламаған жерден Күлімжанға кезіккені мынау. «Қашан келдің? Мұнда неғып жүрсің?» деді Күлімжан. «Естіген жоқсыңдар ма?» Күлімжан басын шайқады. Санат қашан келгенін, мұндағы шаруасын қысқаша айтып берді. «Ендеше үйге жүр. Мына желде сыртта тұрғаның не? Әліміп келсе, ауыл арасы жақын ғой, білерміз». «Ойпырмай, үйге жүрі несі? Тікенде де емес пе еді бұлар?» Кей әңгіме айтуға оңай болғанмен тыңдау қиын. Елжіретпейді, езгілейді. Мұндайда сабыр тұтып отыра алмай сенделесің. Ал кей әңгімені айту қиын, тыңдау одан да азап. Айтқан адамның күйзелген жүзі, дірілдеген ерні, көз алдына іркілген жасының өзі-ақ отырған орнына шөктіріп кетеді. Мұндайда көкірегін қарс айырылып қана қоймайды, жаныңды отқа салып, шыжғырғаннан бетер қиналасың. Кездесу минутын аңсап күтіп сағынған досың өрмелеп шығып бара жатып, шыңырауға құласа, бұған неге күйзелмеске? Егер ол қаза тапса, шерге толған көңіліңді жас жуар ма еді, кім білсін? Ал оның кілт үзілген өмір жолын көріп, мұңға бату, тірідей тозақ отына түсумен бірдей нәрсе ғой. Күлімжанның сөзін естіген Санат осындай күйде еді. Соның бәрін көріп, бастан кешірген, әлі де болса, үмітін үзбеген Күлімжанның жасымаған қайратына бор боп үгітіліп кетпегеніне таң қалды. Басына түскен бұл күйік оның жанын жанығандай. Иә, бір кезде бұлардың үйінде бірнеше рет болды. Бүрінен жаңа ғана жарылып шығып, жайқалған жапырақтай өмірге құштар жан еді екеуі де. Ешқашан бұларға тозаң қонбас, үскірік ұрып солмаста деуші еді. Әр кез келген сайын қызыға құмартатын. Сапарды алғашқы көруі 41-ші көктемі болатын. Бір күні түске жақын редакцияға жүзі ақ жарқындау, қылтық қана мұрты бар ашаң құба жігіт жайраң қағып кіріп келді. Отырғандардың бәрі
бұрыннан әмпей адамдай қол алысты. Дәудірлеп сөйлеген бойы: «Бір өлең әкелдім, басасыңдар ма?» деп төс қалтасынан 4 бүктелген дәптер парағын суырып алды да, Әйшияға қарамастан Санаттың столына алақанымен сарт еткізіп жапсыра салды. Өлеңнің ұйқасы 4 дөңгелегі 4 жаққа тартқан арбаның дөңгелегіндей қиюы қашып тұр екен. Санат бірден айтпай сипақтатып, әне жерін, мына жерін түрткілей бастап еді. «Әй жігіт», деді ол, «емізікпен сүт беретін нәресте емеспін, түк түсінбейтін. Өлең жарамай ма? Ашық айт, точка». Жүзінде іреніші жоқ, сол жайраңдаған қалпы. Қағазын Санаттың қолынан алды да, әдемілеп бүктеп, қалтасына салып қойды. «Сендерге жарамаса мейлі, үйдегі әпкелеріңе жарай береді, соған оқып берем». Содан бастап Күлімжан әпке атанған. Ал Санат пен Сапардың алғашқы танысуына сол өлең себеп болған. Әуелгіде Санат оны әулекі біреу ме деп қалып еді. Кейіннен таныса келе, ол ойынан тез айынды да, екеуі әмпей-жәмпей жандардай боп кеткен. Сапар редакцияға жиі келетін болды. Оның мақалалары жиі шыға бастаған. Сапар ол кезде аудан орталығынан шалғайлау, Тікенді деген жерде мектеп директоры еді. Ал Күлімжан мұғалім болатын. Сапар өмірге күле қарап, оның нұрын жүзінен тайдырмай, үнемі жайраң қағып жүретін жаны ағыл-тегіл еді де, Күлімжан да оған дөп қосылған қосақ еді. Бұлардың өмірінің шырқы бұзылады деп кім ойлаған? Санат армияға аттанарда Сапар өзі арнайы келіп шығарып салған. «Мен хат жазуға салақпын. Осы әдетімді тастай алмай-ақ қойдым. Өзің жиі жазып тұр» деген еді сонда. Кейіннен сол араға колхоз председателі болғанын өзі жазған. Сөйтіп председатель етіп сайлады. «Бір кезде сенің газетіңде председательдерді өзім сынға алсам, енді өзім сынға түсетін болдым. Ничего. Бәрі де сол істі болудан басталды. Сен оны білесің ғой, Санат. Еш адамға залалы жоқ. Титтейде арамдық ойламайтын. Мына сенің өзіңді туған інісінен кем көрмейтін. Әуелден-ақ сондай еді ғой, жақсы көрген адамына құлап түсетін. Апыр-ай, әжептәуір есті жігіт еді. Қалайша қылмысты боп жүр» деді Санат, соңғы сөзді өзін қыстап күйіне айтып. Жан түршігерлік сөзге тілі әрең оралды. Оның жамандыққа жаны қас екенін де білесің сен. Ондайда көрсе жаны шыдамайтын, шыжғырылып түсуші еді ғой байғұс. Председатель болған соң біреулермен ұрсысты. Біреулерді әшкереледі ме әйтеуір, біреулерді жазалап, не керек, өзі де тынымсыз күйгелек еді, мінезі тіпті өзгеріп кетті. Сонда немене, біреудің жетегіне кетіп, шылауына ілікті ме, болмаса дәрменсіздік жасап солқылдады ма? Деді Санат, жүрегі қауіптеніп. «Санатжан, сен мені түсінбей отырсың», деді Күлімжан зорлана езу тартып. Қашанда оның айтатыны ісіңде от болсын, шаласы жоқ болсын еді ғой. Осындай істі жұрттың бәрінен талап етті. Өзін де аямады. Кейбіреудің тілін алмай қасарысты. Әкім болып қайтесің? Осың бір әуліккен әурешілік. Сенен де әйдіктер әлектеніп ештеңе шығара алмаған дегеніне көнбеген ғой ол сорлы. Күлімжан ауыр күрсінді де басын шайқады. Дегенмен колхозды аяғымен тұрғызды ғой. Тұрғызды, бірақ өзіне кей бастықтарды қарсы қойды. Ақыры сотталып тынды. Қазанбаев дедің бе? Оның шаруасы қанша? «Ей, Санатжан-ай, білмейді екенсің-ау, сен әлі ауылды. Үйді сыпырғанда ілесетін қоқынды секілді, ауылдың сыпсыңы мен өсегі аз дейсің бе әлі? Сол ауылда Дәукес әрі Арысқой Балтабек деген біреу болды. Тайпыш дегеннің баласы. Кәпірдің жүзін көрсең, денең тітіркенеді. Қан сөлсіз суық. Бұрын ауылдың атқа мінген әумесер белсендісі болыпты. Ақбердиев ағай райзода отырғанда өкіл боп барып, орнынан түсіріп кетіпті. Сонан ол қырғи қабақ өш. Ал Сапардың председатель болуына бірден бір себепші болған да Ақбердиев қой. Әдепкеде Сапар болмаймын деп қасарысып еді, өзі сыйлап, құрметтейтін ол көңілін жықпады.
Сонда төкеңнің себі болмады ма? Ара түсе алмады. Оның үстіне жаңашылдығымен, іскерлігімен жұрт сыйлаған аудандық комитеттің бұрынғы секретары кетіп, орнына Ақкөзов деген біреу келген. Оңтүстіктің бір ауданына ауысып, шерменде болдық емес пе? Ол кісінің кеткеніне Сапар да, Ақбердиев те, тіпті ел жұрт қатты қиналды. Шындықты бетке ұстаған кішіпейіл аяулы жан еді. Сол екі ортада Қазанбаев дүркіреді ғой кеп. Ол аупарткомда орынбасар еді ғой. Орынбасар болса да біраз биледі. Бас көтерер ер жігіттер майданда. Ақбердиевті орнынан қағып сүртіп, өзін біраз сергелденге салды. Сапардың да басына шатақ ілінгені сол кез еді ғой. Әй, Санатжан-ай, бәрін айта беріп, қайтем, әркім өз басының қайғысымен боп кеткен бір шырғалаң кез болды ғой. Әбден-ақ діңкелетті. 40 жыл қырғын болса да, ажалды өледі дейді ғой. Оның рас өтірігін кім білсін. Бірақ менің бір білгенім, қара ниетпен жағымпаздар тегінде жуық банда өле қоймас. Табалап қайтем. Бірақ Қазанбаев тұрғанда әлгі Балтабектің де жұлдызы жанып шыға келді. Сапар оны жұртқа ірткі салады деп колхоздан қумақ болып, мұның алдында біраз жұлқыласқан болатын. Тарамыстай қатып алып, өзі де әлеуетті немекен. Сілкілескенге шыдап бақты. Әлтек-тәлтек басып, тәлтіректегенмен жығалмады, қуалмады Сапар оны. Оның үстіне Шөпек деген біреу араға килігіп айласында астырды, әккілігінде жасап кетті. Шөпек дейсің бе? Ие, оның Сапарда не шаруасы бар? Күлімжан ауыр жымиды. Шөпек Сапардың мүлдем танымайтын адамы, бірақ ұрулас деген бір пәле тағы бар ел ішінде. Шөпек Балтабекпен де, Қазанбаевтың өзімен де ілік шатысты екен. Енді түсіндің бе, Санат? Бәленің түбі қайда жатқанын. Әйтеуір бытысқан бірдеңе. Сапар сотталды. Қалайша Күлімжанның сөзі санасына әлі де жетпегендей. Санат қайталап сұрады. Сонда Сапарға тағылған айып не? Іс нобайын білмей былықтырып алды ма әлде? Ұрлық. Ұрлық? Міне қызық. Бұған кім сенеді? Өгіз бұзаулайды дегенге нануға болар. Ал Сапар ұрлықшы дегенге. Бұл барып тұрған ғайбат қой. Санат шатысқан адамдай қарқылдап кеп күлді. Әпкәй, өтірікті қалай қиюластырасыз тіптен? Мені алжасқан жан дейсің бе? Күлімжан аң-таң Санатқа бажырайып қарап қалыпты. Іреңі бүрінен айырылған тобылғыдай қоқыл тартып, бозарып кетті. Санатжан, не болды саған? Деді орнынан ұшып тұрып. Не болған нес? Сіздің сөзіңізге күлемін. Күлетіндей не айттым мен? Деді Күлімжан күйзеле сөйлеп. Сапарды ұры дегеніңіз. Санатжан-ай, Сапарды олай деп маған не бопты? Әлгі прокурор шың басып, сөйтіп айып таққанын айтам да, деді Күлімжан қатты қамығып. Көзіне жас толды. Апыр-ай, дүниеде мұндай да болады екен-ау. Санат жағасын ұстады. Сосын, сіз маған мынаны айтыңызшы, деді Күлімжанға көзін инедей қадап. Сапарды ұры деп соттады ғой, Иә, сонда ұрлаған не? 3 пұт жем. Оны фермаға барғанда келе жатып, шөмелейдің астынан тауып алыпты. Әлдекім тықса керек. Күн кеш болған соң қамбаға ертең өткізермін деп үйге әкеліп, қоймаға қоя салыпты. Аңдып жүрген бас араз біреу оны дереу ауданға хабарлапты. Сапар соны дәлелдей алмады ма? Председатель 3 пұт жем ұрлады дегенге шынымен сенді ме? Деді Санат қызулана. Сенгені емес пе? 5 жылға кестеде жіберді. Санат алақанымен тізесін сарт еткізіп соғып қалды. Сондағы куәлерігім? Балтабектер. Санат орнынан ұшып тұрды. Арлы-берлі сенделе жүріп, толғана сөйлеп кетті. Апыр-ау, сонау батыста қанымызды төгіп қорғадық дегеніміз жазықсыз жанға жапа шектірген Балтабек секілді құзғындар ма? Болмаса, әділдікті арам қолдарымен былғап, құлқынның құлы болған Қазанбаевтар ма? Бұл не әпкеу? Сенейін бе, сенбейін бе бұған? Сенбейін десем, жарқылдап қарсы алатын Сапар қайда? Сенейін десем, тіптен ұғымыма сыймайды, миыма кірмейді. Бұлдақ адамды әжуа етіп, сағын сындыру емес,
тірідей өлтіріп қорлау ғой. Ағат ақыл басса айтатын, жазықсыз жапа шегіп әлекке түссе, арашашы болатын бір жан табылмағаны ма түге, бұдан неге ашынбасқа? Ашық белдесе алмай, жалаға ұшырап, алдын ала білмей, ғапыл кеткен екен-ау ғазизжан. Сабыр ет Санатжан, әуелі тыңдасайшы, күйзелмей. Ондай адамдар неге болмасын? Сол адамдар емес пе Сапарды түрмеден суырып алған? Оның орнына Қазанбаев бастатып, өздері кетті емес пе? Не дейсің, Сапар қазір елде ме? Деді Санат, Күлімжанның екі иығынан қапсыра ұстап, жұлқылай. Ол қазір қайда? Айтсаңшы тез, манадан бері осыны айтпайсың ба? Ол елде жоқ, деді Күлімжан. Дәл осы кезде алғадан тым алыс қаладағы шағын бір үйдің кішкентай бөлмесінде екі адам отырды. Әңгімелері айтыла-айтыла шілденің аптабында түбі қаңсыған көлшіктей сарқылған болуға керек. Екеуі де үнсіз. Біреуі сол жақ бүйірімен қырындап жалғыз кісілік көк темір төсекте, екіншісі терезе алдындағы сарланбаған столдың шетіне екі шынтағын тіреп, екі алақанымен шекесін сығымдай ұстап, терең ойға шомған адамдай тұнжырап отыр. Бөлме іші көк түтін. Стол үстінде қаздиып жалғыз бөтелке мен екі стақан тұр. Әлгінде ғана ішкен болу керек. Стақан түбінде таңғы шық секілді сарқынды жылтырайды. Төсекте отырған адам дүркін-дүркін жөтеледі. Шамасы суық деген болуға керек. Әлден соң ол стол басындағыға тіл қатты. Ендігі ойынғандай, ол екі қолын алдына айқастырып қойды да, еңкейген басын жоғары көтеріп алып, білмедім, басым әбден әңкі-тәңкі болды, деді ол ауыр күрсініп. Төбеден түскен кішкентай шамның жарығы оның жүзін енді аңғартқандай. Екі беті домбыққан, көзінің алды ісініп, іркілдеп тұр. Бет-аузы шалбар-шалбар. Бұрын қолына соқа ұстамаған адам айғыздап жыртып кеткен тәрізді. Көптен қырынбағанға ұқсайды. Сүйірлеу иегін сопақтау екі жақ бетін қалың түк басқан. Көзінің ақ еті қанталап кеткен. Киген киімінің де тозыға әбден жетіпті. Костюмының екі шынтағы тышқан кеміргендей ойылып түскен. Жидесінің түсі бір кезде әлде көк, әлде жасыл болғаны белгісіз. Қазір әбден бозарыпты. Жағасына қаспақ секілді қап-қара сірне қатқан, аяғында жолығы шыққан берзент туфли. Бір кездегі қақпақтай жауырыны да жасына жетпей, қартайған адамдай қушиып бүрісіпті. Әбден ұнжырғасы түсіп, өмірден торыққан адамның салқын табы бар жүзінде. Онда осында қалсаң қайтеді, деді төсектегі кісі. Бұл жас шамасы 30-дарға жетер-жетпес, шалқақтау біткен жазық маңдайының бір шетін толқынданған бұйра шашының ұшы жауып тұрған орақ мұрынды жігіт. Бірақ мұның да шарасы, кең көзінде уайымсыз аты бар. Маңдайының әжімі тереңдеп, самайын ақшалған. Стол басында отырғандай емес, сақал мұртын жұнттай қылып қырған. Тағдыр екеумізді ойда жоқта кездестірген екен. Не болса да бірге болып бірге көрейік, деді ол, сөзін онан әрмен жалғап. Болмайды, деді анау басын шайқап қалып. Бір күн мейманың болдым. Дәм-тұзыңа көп рахмет. Енді мен жүрейін. Ол орнынан сүйретіліп тұра берді. Қалмасына көзі анық жеткендей, қайтадан Алматыға бармақсың ба? Деп сұрады төсектегі. Иә, жақсы ит өлігін көрсетпейді дегендей, үлкен қаланың бір түкпірінде көмілермін де. Мұның не соншама торығып? Менің ақылымды тыңдасаң, ауылға орал. Ер жігіттің басында талай әуре сырсаң болады. Әне-міне дегенше үш құста да жазылар. Жүйелі сөзге құлақ қой. Босқа бекер жүнжіме. Кешегі дырдай есті жігіттің бүйтіп қаусағаны естіген жұртқа ұят қой. Ойланғайсың, бір азғынның қылығынан болса, бұл жүрісің жарамайды, деді төрде отырғаны күрт-күрт жөтеліп. Әй қайдам, ал қош бол енді. Қолын ұсына беріп еді, төсектегі қозғалақтап. Апырмай, бұл қалай болды, деді қамығып. Сосын әлде бір ой келгендей, сол иығына жұмарланып жатқан жастықтың астына қолын жүгіртті де кір-кір шүберекке оралған буманы суырып алды.
Мә, мынан ал деді ұсынып. Ішінде азын аулақ жиған тергенім бар. Алмасаң өкпелеймін. Екі дүниеде көрмеске бармын. Өзін екі бөліп орағам. Біреуін өз қажетіңе тұтын, екіншісін өзің білесің ғой. Және соның ішінде жазып қойған бір хат бар. Бүгін оны почтаға салып жіберем деп үлгере алмап ем. Саған інілік тілегім болсын. Алматыға барысымен осы хатты иесіне тапсыр. Жұмыс орны орталық проспектісіндегі госпиталь. Доктор Калюжный десең, оны білмейтін адам жоқ сол арада. Өте бір жалпылдап қалған ақ көңіл жақсы кісі. Мүмкін саған да бір себет тиер. Ал қош бол, бауырым. Иығын жастыққа тірей, сүйретіле қолын соза берді. Екеуінің де көздерінен ыстық жас ыршып түскен еді. Екеуі де оны білдіргісі келмегендей, бірі бетін жастыққа баса берді, екіншісі есікке ұмтылды. Сарт жабылған есікпен бірге оны оңтүстіктің шырт қараңғы түні жұтып жіберді. Машина өзенді жағалай жүріп келеді. Өзен жағасы кейде ұсақ тоғайлы болып, кейде қалың шалғын басып жатыр. Өзен гүріліне анда-санда тау құстарының сұңқылы қосылады. Бірер рет бала бүркіттің шаңқ еткен даусында құлағы шалып қалды. Өзенді біраз құлдилап жүрген соң жол тастақ, тақыр кезеңге қайқайды. Машинаның гүжілі құлақты жарады. Кезеңге тырмыса өрмелеп, әбден зорыққан малша әрең дегенде талығып шықтау әйтеуір. Бұлардың бет алтында ой жайлау жатты. Дәл өкпе тұсынан шығыпты. Жайлаудың көркіне көз тұнғанмен малшылардың шаруа күйі жұтаңдау екен. Бұрын жапырлап отыратын малшылар ауылы көрінбейді. Әр өзекшенің басында бір қараша үй, көбі 4 қанат, етінен арылып, тек қаңқасы қалғандай қалқайып тұр. Енді біреулерінде кереге жоқ, тек уықтары шанши салыпты. Үйлердің кейізі шоқпыт-шоқпыт, қырық жамау, іріп тұр. Үй маңында үйілген күл, қиқым қорда. Тілеп, жайлаудың шетіне кіре берістақ. Мына жатқан мал алға колхозыныкі деп Санатты түсіріп кеткен. Мен Желдіге барамын. Жылқылы ауыл сонда. Қайтарымда соғайын ба? Деп сұрап еді Санат. Бірдеңе ғып өзім жетермін деді. Онда бопты. Жазыққа шыққан машина қайтадан жан кіргендей алға ышқына ұмтылып, ілезде қырасып кетті. Санат қарсы алдында кезіккен үйге бұрылған. Үйдің қасында 5-6 қой қозы үйелеп жатыр. Үйге жақындай бергенде қабырғасына терісі жабысып қалған тазы маңқ ете түсті де, ала көзімен бір қарап, басын бауырына тығып жата берді. Есіктің қарсы алдындағы жер ошақтағы үлкен қазанға ши жауып қойыпты. Бетінен аздап бу шығады. Үй маңында жан жоқ. Санат бірден кіріп баруды ыңғайсыз көрді де жөткіріп дыбыс берді. Сол кезде басы бақырдай шүйбіт бір баланың есіктен басы көрінді. Жылтыраған көзінен басқа бет-аузы түгел қаспақ, сатқал-сатқал. Кір-кір қолының сыртымен кішкентай танауының алдын осы бір сүртті де: «Саған не керек?» деп шаңқ етті. «Апаң үйде ме?» «Жоқ». «Әкең ше?» «Көкем үйде». «Маған сол кісі керек еді». Бала Санатқа бастан аяқ тағы бір алара қарады да, оның әскери киімі әсер етті ме, суық шырайы жылыңқырағанмен үні қатқыл шықты. «Сен ұры емессің бе, ә?» деді едіреңдей. Санат күліп басын шайқады. «Мен ұры емеспін». Бала иегін бір көтерді де: «Ендеше кір» деді. Қиюы қашқан есік сықырлай ашылып, босағаға қылжия кетті. Түңлігі ашылмағандықтан ба, аядай киіз үйдің ішіне жайлаудың бар көлеңкесі келіп тығылғандай көрінді. Кішірек есіктің алдына кіре бере, сәл бөгелген Санат сырттан кірген болымсыз жарықты денесімен көлбегендей. Ірі денелі кісінің қайтып кірерін кім білсін, Санаттың ашаң денесі есікке кептеліп әреңсейді. Төрде бас аяғы керегені тіреп, серейіп біреу жатыр. Қатты ыңқылдап, мазасызданғанына қарағанда ауру адам секілді. Алғашында алқымына дейін жамылған көрпеден шоқшиған сақалы ғана көрініп еді. Әлгі
тәмпіш қара бала. Көке, кісі келді деп қасына барып, қолымен қозғағанда ғана ыңырсып, оң жағына қырындады. Санат сәлем берді. Оның кеберсіген ерні сәл ғана қыбырлады. Еті қашып, арыған жіңішке қолын көрпеден шығарып, төрлет қарағым, деді өзінің аяқ жағында жатқан бір тұтам бөстекті нұсқап. Санат жақындап барып, қасына бір зерлей отырды. Аурудың көңілін сұрады. Буын-буыным шаншулап, деді ауру деміге алқына сөйлеп. Онда қозғалмаңыз, күн салқындау боп тұр ғой, суық тигізіп аларсыз. Жатқалы көп болды ма? 5 күн болды. Ауру кеудесін көтере булығып, ауыр жөтеледі. Сонсоң ыңырсып, қабағы қатты шытынап, бір пәс көзін жұмып, сұлық жатты. Өзің қай баласың? Деді аздан соң әлсіз үнмен. Санат қысқа ғана айтып берді. Дәрігерге көріндіңіз бе? Ауру әрең езу тартты. Доктор, бұл араға келмейді шырағым, деді қарт. Күдерін біржола үзгендей даусымен қатты түңілгендікті аңғартты. Баруға жол қашық, көлікте жоқ. Атқа отыруға халім келер емес қарағым. Мұнда ферма бастығы зоотехник бар емес пе? Олар білмей ме сіздің сырқатыңызды? Ауру саусақтары дірілдеген қолының басын жай сілтеп қойды. Осы қимылынан әй тәйірі, соларыңды қойшы дегенді аңғарды Санат. Сырқат кісіні сөзбен қажап, мазалай беруді ыңғайсыз көрді де, Санат енді қалай шығып кетудің ебін қарастырды. Есіне тілеп түсе кетті. Айтпақшы, желдеге машина кетіп еді, қайта оралып қалар. Бұлай жатқаныңыз болмас, сол машинаға салып жіберейін, топ-тура аудандық емханаға апарады деп Санат орнынан көтеріле беріп еді. Тілеп өтіп кетті. Мына ағай соның машинасына түсті. Мен жабықтан көріп тұрмын, деді бала осы кезде сөзге араласып. Деді сырқат. Сосын қолымен Санатқа отыр дегенде ишарат білдіріп. Ол сені қызыл кезеңнің төтесінен әкеп салған ғой. Енді қайта оралмайды. Көк қапталмен кетеді. Жүрер жолы да сол оның деп сөзін үзіп-үзіп әрең айтты. Қап әттеген-ай, деп өкінді Санат іштен. Білер болсам жібермес едім-ау оны. Осы кезде құрым киізді сырт-сырт шертіп, жаңбыр тамшылай бастаған еді. Көп ұзамай-ақ нөсерге айналып, шүмектеп құйып жіберді. Бармақтай тамшылар жыртық үйдің әр жеріне сорғалай жөнелді. Санат бұрыштағы ағаш кебеженің үстінде жатқан қаудыраған тонды ауру шопанның үстіне жапты. Сорғалаған тамшылар төсенішіне кірмес үшін алды-артын орап, қымтап қойды. Шырағым, от сөнбесін, деді шопан тонды басына бүркене түсіп. Санат енді көрді. Киіз үйдің ортасында бір уыс боп үйілген бос гүл жатыр. Шұрық тесік туырлықтан тамшы тамған сайын жер тозаңын бұрқ-бұрқ еткізген оқ секілді быж-быж ете қалады. Күлдің астында қоламталанған шоқ жатқан енді ғана аңғарған Санат оған не жабарын білмей жан-жағына дағдара қарап еді. Босағада тұрған күйелеш бос шелекті көрді. Оны алып келді де күлдің үстіне төңкере салды. Осы кезде сырттан маңыраған қойлардың даусы естіліп, ит үріп, қараша үйдің маңы у-шу, даңғаза боп кетті. Манадан бері әкесінің аяқ жағында ескі куртканы жамылып, шоқшиып отырған бала сырттағы дауысқа құлағы елең етті де жалмажан орнынан ұшып тұрып, апам келді, деп тұра жүгірді. Іле үйге үсті басы малмандай су-су болған шешесін ілестіріп қайта кірді. Мына қараң қалғырдың күні не боп барады? Деп үйге қарғай сілей кірген әйелге Санат орнынан ұшып тұрып, сәлеметсіз бе апай, деді сыпайы эйіліп. Жақсы ма шырағым, деп әйел асықпай барып, үстіндегі шекпенін шешіп, керегенің басына ілді. Ол Санатқа қол берген жоқ. Санат ұсынбақ боп, ұмсына берген қолын тез жиып алды. Өзі іштей ыңғайсызданып қалды. Шайпау мінез, тырысқақ әйел болмаса егеді. Бірақ бұл ойының жаңсақ екенін көп ұзамай-ақ білді. Әйел келе салақ шашылған тастарды тақталап жинаған шебердей үй ішін ілезде жөнге келтірді.
ертеңгісін мал соңында кетіп жинастырып та үлгере алмаймын. Оның үстіне ауру кірген үйде береке бола ма шырағым деп сөйлей жүріп, бақанмен түртіп, шаңырақты жартылай ашып, отты тұтатты. Сырттан мосы әкеліп, жез шәугімді қойды. Сосын басына әлгінде бала жамылған күртені бүркенде де сыртқа шығып кетті. Апам келіге бидай түйіп, кеузеп әкелуге кетті, деді бала. Мына жауында ма? Деді Санат таңданып. Апама бұл сөз боп па? Деп бала танауын бір тартып, басын кекшитті. Оның сөзін растағандай сырттан дүңк-дүңк соққан келсаптың түйімші естілді. Қап, босқа әуреледім-ау деп Санат іштей кейіді. Бала әлгінде шешесі әкелген тобылғыны отқа қарай сырып қойып, шалқаған жалынға рақаттана қақталып, бүгін жарма көже ішетін болдық деп қояды езуі құлағына жетіп. Апан оған қатық қатса, тық еткізіп таңдайын қағады. Ал жармадан бөкпен жасаса тіпті керемет. Санат үнсіз отыр. Алғаш бықсыған оттың түтіні қолқасын қауып, көзін ашытып мазасын кетіріп еді. Қызып алған соң күрең тобылғылар шырт-шырт маздай жанып, Санатты керегеге қарай сырған. Бала мыңқ етер емес, ыстыққа да суыққа да әбден көміс болып алғандай. Нағыз көбеген боп өсетіндер осылар ғой деп қойды Санат ішінен. Әйел төр алдында дастарқан жайып, шай жасағанша бір қауым уақыт өтті. Сырттағы нөсер басылып, арты ақ жауынға айналған секілді. Әлгінде сорғалаған тамшылар бәсеңсіп, енді уық-уықтың бойын қуалап барады. Шай үстінде ғана әйел мен еркектің жүзін бақштай көрді Санат. Еркек көнтегерін қайыстай қатқан қоңқақ мұрын кісі екен. Шоқша сақалы бір тұтам ғана, мұрты да сирек, көз жанары үсік шалып, күрт солған өсімдік секілді. Әйелдің қисық көзінің жанарында шоқ бар, қалың бетінің ұшы көнтеріліп, жарылып кеткен, быртық саусақтары ақ жем. Жылда осы кезде, деді әйел, дастарқанға бұрылып, шынтақтай жатқан күйеуіне қызылы болар-болмас шай құйылған кесені ұсына беріп, даусы да гүжілдеңкіреп шығатын жарықшақ үнді екен. Мына шалым ауыл жаққа барып, қырмандағылардың кеусен жинап қайтушы еді. Биыл тұра алмай жатқаны мынау. Бұрындар бұлауласам тәуір боп кетуші еді. Қартайды ма, кәкір-шүкір емдерім қонар емес. Бар шаруа бір әйелдің басына қарап қалған соң, дастарқанымыздың сиқы да осы. Ұялмай шырағым, шайыңа құрт түстебіш. Әйел дастарқан бетінде бытырап жатқан бірен-саран құртты Санаттың алдына қарай сырды. Жылда сүтін ішіп, біраз май жинап алатын жалғыз сиырым бар еді. Оның өзі қысыр қалып мынау күйін көрсетті. Анада үсті басымыз әбден тозып кетті деп мал алатындарға өткізген екен. Оның да тиынын сөз бұйдалатып әлі берген жоқ. Мына баламыз аздап ақсырап жүр. Әйтпесе өзіміз көндігіп қалдық. Сіздерге авансқа астық, аздап тиын тебен бермеуші ме еді? Оның үстіне қойшыларға қосымша ақы бар емес пе, деді. Санат келгеннен бері елден естігендерін білмек оймен. Қалқам-ау, әлі міпті білмейтін бедің, деді әйел. Авансты да берер адамына береді де. Мына біз секілді қой аузынан шөп алмайтын, мына бір тоға бейшараны басынбай қайтсын. Оқта-текте ауыз жарымас бірдеңені қаужаңдатып қояды. Сонысына мәз болып жүрміз дағы. Жағатын, деді күйеуі тыжырынып. Сөз емес нәрсені сөз ғып қайтесің? Анада рақаңның өзі осында әмбемізді жиып, план орындалса, биыл авансты көп береміз деп уәде етті ғой. Әй шалымай, мына басың сенің әбден ашып кетсе керек, деді әйел күліп. Бастықтың мың уәдесінің бірі де ол. Жылдағы айтатыны сол емес пе? Былтыр апақ-сапақта осында келіп, қосымша ақыңа 15 қозы шықты деп, бір қойыңды сойдырып жеп кетті. Ақыры не болды? Көктемде сымпайып шыға келдің емес пе? Алмақ-тұрмақ берешек борыштар боп шықтың. Күйеуі үндемей төмен тұқшиды. Онысы қалай? Деді. Санат мына сөзге таңғалып. Күйсіз малда не сұрайсың қалқам? Арық саулықтардың
күйті нашар болатыны о бастан-ақ белгілі ғой. Қыста шөп жетпей сіңіріне ілініп шығады. Жазғытұрым қара суықта құжыраған арық-саулықтардың көбісі іш тастайды. Өлім жетімнен қалған қара-құра шөп қатып, нәрленетін күзге дейін тойынып, күйттеп кете алмайды. Сөйтіп қысыр қалатынында болады. Қоңсыз малдан егіз қозыны қалай күтерсің? Ал бастықтар болса, жылда бір жапырақ қағазын әкеліп, мынау сенің міндеттемең деп, қоярда қоймай қол қойғызып алады да, келесі жылы қарыздарсың деп шыға келеді. Ол мүмкін емес нәрсе ғой, деді Санат. Шынында да өзге дәл мынау оның ұғымына мүлде сыймайтын еді. Әр колхозшы өз мүмкіндігін шама-шарқын салмақтай отырып, өз ықтиярымен алмайтын ба еді міндеттемені. Тіпті жоспар орындалмай қалған күнде оның ақ-қарасы әбден тексеріліп барып, ақиқатына жеткенде ғана кінәліден өндірілмей ме шығын. Осы бір аумалы төкпелі ой үстінде отырғанда, әлгі әйел тағы бір әңгімені қопсыта бастап еді. Қалқам, өңің жылы болған соң, ішімде шемен болып қатқан құсаны айтып салып отырмын. Көлденең жүргіншіге лақылдата беретін бейпіл ауыз қатын деп жүрме айналайын. Газеттенмін, малшылардың қал жағдайын білуге арнайы келдім деген соң, шерімді ақтарып жатқаным ғой. Мынаның басы кеуек болмаса, ол кеуіне көз тастап, алды-артын әлдеқашан ойлар еді ғой. Өзінен кіші ынжық Оңалбектің 2 жылдан бері қаймағы кілкіп тасып тұр. Сол ғұрлы да болмадық. Ол кім? Деді атын редактордың аузынан құлағы бір шалып қалған Санат елең етіп. Ол да осы біз секілді қойшы. Әкесі Әлімбек бір кезде белсенді болып шығып, артынан сотталып кете жаздап, басын әрең арашалап қалған. Рас өтірігін кім білсін, Әлімов болмаса құрып кетер еді деп жүр ғой жұрт. Онысына өз басым сенбеймін. Әлімовтың 1000 айласының бірі болар. Соның баласы Оңалбек деген 2 жылдан бері екпінді боп жұлдызы жанып тұр. Қойы егіз қоздайтын да сол, жөнді көп қырқатын да сол. Астына мінгені арғымақ, мына бейшараға бергені көдек, оның өзін күтуге бір кісі керек. Түу, қайдағы арғымақ? Жай көбен ғана ғой, деп күйеуі қозғалақтап, ауыр тыжырынып, тағы бір үн қатып қалды. Осы кезде тұлпар болды көбенім дегендей, бүгін борпылдақ болса, ертең мейіздей боп қатады. Баптап мінер сенде, ол да жоқ. Жә, аздап бусаныпсың, мына шайыңды іш желпіне бермей деп, әйел күйеуінің жамылғысын қымтады да, сол Оңалбек биыл 100 саулықтан 120-дан қозалды деп, жұрт дүңкілдеп жүр деп естідім. Өтірікке қалай аузы барады осы жұрттың? Несі өтірік? Әй қатын, деді үй иесі қарлыққан даусын көтеріп. Болды енді, босқа бекер өрекпіп көкіме. Жұртта не шаруаң бар? Тектен-текке барпылдап. Алса алған болар, 2 жыл бойы қойын қолдан ұрықтандырады. Жем шөбі де көлгөсір болды. Бір шопанның өстіп тәжірибесін көрейік. Сонан соң кезек сендерге де келер демеп беді Рақаң. Соғыс кеше ғана бітті. Ағыл-тегіл дүние қайда саған? Әзірге көр жерді талшық ете тұрсақ, басқаға туған күн бізге де келер. Жә, сөзіңді доғар. Бұлан-талан болатын ештеңе жоқ әзірге. Онанда шайыңды демде. Санат бұлардың мазасын бұдан әрі алғысы келмей, алдындағы кесені дастарқаның шетіне төңкерді де, кетер сыңай білдіріп қозғалақтап еді. Қалқам, деді әйел, кетейін деп тұрсың шамасы, онда жолың болсын. Әлгінде сұраған Заферма жаңа әзірде желді жақтан келіп, Оңалбектікіне бұрылды. Өзі кеудемсоқ неме, бір сөйлесе көйтіп те кетеді. Айтқанының бәрін алтын деп жүрме қалқам. Әй, деді ол, баланы бүйірінен нұқып қалып, мына ағаңды Оңалбектікіне шығарып сал. Санат көтерілгенде қолына ілкен бір жапырақ нанды ашқарақтай көмейлеп жатқан бала да лып етіп орнынан тұрды. Оқисың ба, жігіт? Деді Санат, оның басынан сипап. Бала басын шайқады. Биыл оқуға баратын жылы, деді әйел дастарқанды жинастырып жатып. Бірақ берер-бермесімізді білмей дағдарып отырмыз.
Неге? Жатып оқитын жері жоқ. Онда қиын екен. Балаға обал ғой, деді Санат. Біз бұл ауылға қалқам бұратанамыз. Келгенімізге 10 шақты жыл болды. Қысы жазы тепеңдеп қой соңында жүреміз. Басымызға бір бастырманы колхоз орталығынан да салып алуға мұршамыз келмеді. Қарлығаштың балапанындай мынаның рақасына аузымызды ашып қарап жүрген жайымыз бар. Оның уәдесі де таусылмайды, біздің үмітіміз де сарқылмайды. Әйел сөзінің аяғында езу тартты. Сонда да бір жағдайды ойластырғандарыңыз жөн ғой. Баланың оқуға бармай қалуы қиын-ақ, деді Санат, қолынан келер жәрдемі жоғына іштей налып. Сосын үй иелеріне қол беріп, дәм-тұздарына рахметін айтып тысқа шықты. Жауын аздап сіркіреп тұр. Есік алдындағы ошақтағы қазандықтың алдында шоқ жатыр. Шиді алып тастапты. Қазанның бетіндегі ағаш қақпақтың жарық-жарығынан бу бұрқырайды. Сен айтқан бидай көже ғой, деп балаға қарап қойды Санат. Бұйырмаған ас деген осы да. Оңалбектің үйі кезең астындағы үлкен аққайнардың басында екен. Әлгінде емес, киізі бозғыл, жамау түспеген. Үйінің кермесінде ашамайлы 2 ат байлаулы тұр, ерттеулі. Үстеріне жабу жауып қойыпты. Есік алдындағы жер ошақтың мұнда да түтін шығады. Үй маңында ит көрінбейді. Үй ішінен әлдекімнің барқыраған даусы естіледі. Бала келген ізімен жүгіріп қайта кетті де Санат, ұлықсат па, деп дауыстай ішке кірді. Киіз үйдің ырсиған керегелері көрінбейді. Төр жақта сықаса жүк түйілген. Оң жақта шымылдық ұстаулы тұр, түсіріп қойыпты. Етек жағынан темір кереуеттің бұты көрінеді. Сол жаққа ши құрылған. Оған тақау сирақты темір пеш. Керегенің өңге жеріне аламыш алаша ұсталған. Үй орнының шөбі де жапырыла қоймаған. Зады жаңа ғана қоныс аударған. Үйге кірерде жас сорпаның иісі танауына келіп еді. Табалдырықта аттамастан қуырдақ мүңк ете түсті. 7 қанат үйдің түңлігі кеңірек ашылған. Үй іші жарық. Оның үстіне ақ шымылдық, төсекке жабылған етегі шілтерлі ақ жамылғы, бір керегенің басындағы үлкен дөңгелек шарайна. Оның жиектете салбырата бүркеген кестелі ақ орамал үй ішін шаңқайта түскендей. Ауылдағы қалың шілтер жайлау төріндегі шопан үйінің жасау сәні боп орнығыпты. Төрден есікке дейін қалың текемет төселген. Оның үстінде мүйіз ою сырмақ. Төр жақта және төсектің алдында кең жайылған енсіз құрақ көрпе. Оның өзі де әдемі сырылған, көз нұрын алады. Төрде көлденең тасталған көрпеде беті шалбар-шалбар көсеу қара жатыр. Жағына пышақ жанырлық, ұрты ішіне кіріп кеткен, имек пісте мұрын. Бадырақ қоңыр көзінің үстіндегі қасының ұшы ғана тікірейе қалыпты. Одан төменірек ашаңдау келген ақ сұр жігіт шаншылып отыр. Жылтыр қара шашын желкесіне қайыра тараған. Үстінде тор көз костюм. Ақ көйлегінің омырауы ашық. Қолындағы ұзын сүлгінің бір ұшымен желпіп қояды. Орталарында жатаған дөңгелек стол. Оған да жабылған дастарқанның жиегі шілтермен кермеленген. Дастарқанда буы бұрқырап, майы шылқыған қуырдақ, қызыл бүйір торсық шеке бауырсақтар. Бір ыдыста жылтыраған сары май, ақ қанаттар мен көкшіл күлгін түстес мәмпәсейлер бауырсақтар арасында шашырап жатыр. Санат кіре бергенде дастарқанның шетінде көк құтандай қаздиып тұрған, іші орталаған бөтелкені жас жігіт лып еткізіп алып, денесі қалқалай бергенде бүркемек болған бөтелкенің түбі столдың ернеуіне тиді де ебедейсіз қолынан сусып түсіп кетті. Ішіндегісі құрақ көрпенің үстіне ақтарылды да қалды. Мен ұрлық қылғанда ай жарық болды дегендей, мынау кім өзі? Жас жігіттің жақтырмағандай алара қарағанын көзі осыны аңдатты. Санатты көзі шалысымен ақ төрде жатқан орнынан зерлеп көтерілді де 2 қолын бірден созды. Ей, Санатпысың? Кел төрлет. Санат бұл адамды аздап шырамытқанмен жыға танымады. Кешіріңіздер, деді
есік жақта іркіліп тұрып қалып, мазаларыңызды алдым-ау деймін. Маған Оңалбек деген шопан керек еді. Оңалбек керек болса, үйі осы. Тотыдай таранған жас әйелі тұрғанда, өзі қайда кетер дейсің? Келетте сүйретіліп, деді арық қара күліп. Берірек келіп, мұнда отыра қал. Ол Санаттың қолын қос қолдап қысты да, төрден сырылып орын берді. Жас жігіт қол берген жоқ, иегін шұлғып қана қойды. Ол әлі төгілген арақты сүртіп әлегеді. Аузың салулы екен, мына қуырдақ суып қалмай, кәне асап жіберейік деп, бір шеті кертілген үлкен ағаш қасықты Санаттың алдына қоя берді де, әлгі қара, «Иә, інішек, жол болсын». Санат келген шаруасын ашық айтқысы келмеді. Отырғандардың тамырын ұстап, сөздерін барлағысы келді. Ел аралап жүрген жайым бар дей салды. Ол да жөн, армияда көп жыл болдың, елді сағынған боларсың. Мана Тілептің машинасымен келдің деймін шамасы. Санат басын изеді. Бұл кісі Шөпек ақсақалдың жиені болады, деді арық қара жас жігітке. Жуырда армиядан келді. Оны мұны емес, әпісер. 2 майданға бірдей қатысқан. Қарқ-қарқ күліп, Санаттың жауырынан қағып-қағып қойды. Бірден танып, шегіне дейін ақтара біліп отырғанына Санат қайран қалған. Апырау, бұл кім? Қаншама ойланса да есіне түсіре алмады. Тамақты тауықша шұқыламай, кәдімгі аталарымызға ұқсап асамайсың ба? Деді ол, қолындағы үлкен қасықпен ағаш табадағы қуырдақты етінен гөрі майын кілкіте көсіп алып, аузына апара беріп, міне бүйтіп асау керек. Қуырдақтың майы бір езуінен жылжып ағып, алдына тамды. Майлы тамаққа тәбеті соқпайтын Санат мынаған жиренгендей бетін бұрып кетті. Оның үстіне бірер қасық алғанның өзіне май кілкіп, жұтқыншағына тұра қалған еді. Бұл кезде арық қара жас жігітке, әлгің бар ма? Құйсаңшы, дегендей қабағымен белгі берді. Жас жігіт көзімен Санатты ымдады. Арық қара, ничего дегендей, қолын бір сілтеп те үлгергенді. 3 кішірек кесеге шүпілдете құйылған арақ алдарына тұра қалды. Мынадан бір-бір алып жіберейік, аппетит ашылады деп, арық қара асындағы атын тебінген адамдай алға ұмсынып қойды. Ішпеушем, деді Санат, кесені қолының сыртымен сырыңқырап. Жо, оныңа кім сенеді? Ең болмаса бір жолы алып қой деп, арық қара бірде өңештеп, бірде қиылып отырып алған соң Санат ауыз тиіп еді. Көптен бері ішпегендіктен бе, өзегін қырнап барып, ішін күйдіріп кетті. Сасқанынан қасықты ала салып, қуырдақты қарпып-қарпып асап жіберді. Ха-ха-ха, міне аппетиті ашылды деген осы. Арық қара мәз болды. Сонан соң, әй Түймежан, қайдасың? Түйілдік қой мынауыңа, деп дауыстады. Оның шақыруын күтіп тұрғандай-ақ, дөңгелек сары самауырды көтеріп үйге аққұба әйел кіре берді. Бір қараған адамға өңі дұрыс, шырайлы екен. Қабағынан дүзу түскен мұрын, таңқыда емес, желбіршегі далиғанда емес, әнтек кішірек. Қоңыр көзінің шарасы кең. Ақырын жымиса, бетінің ұшындағы ойығы дөңгелене қалып, бетіне ажар үйіреді. Ерні жұқалау, иегі дөңгелек. Үстіне кигені үлбіреген жібек кофта, қара юбка. Оның сыртынан мәуіті жеңсіз камсол киген. Шашын қақ жарып өріпті, білектей жуан бұрымының ұшына шолпы таққан. Аяғында қызыл мәсі етік. Бойы ортадан сәл аласалау. Ет жеңді жұп-жұмыр, қолының саусақ еттері толық болғанмен, быртық емес салалы. Санатқа ерінің ұшымен ғана сәлем берді де, ыздиып қана келіп, жас жігіттен төмендірек аяғын есік жаққа созып, бір қырында отырды. Қимылы әлі де қатая қоймаған, қауызын жаңа ашқан гүл секілді көрінді Санатқа. Малда ауылдың үйіне ықтиятты, өзінің үсті басына ұқыпты, әдемі киінген, сызылып қана тұрған биязы мінезді, жүріс-тұрысы әдепті, беті жары әрлі келіншекті кезіктірем деген жоқты Санат. Оның ойынша соғыс, әсіресе елден оқшау қалтарыстағы малда ауылға қырсығын көбірек тигізіп, тым жүдетіп жіберген секілдеді. Ал жүдеулік пен жадаулық жүрген жерде ашыну, ашу, дөкірлік пен тұрпайылық
басымырақ түседі деп ойлайтын ол. Сөйтсе, соғыс тұрмысын індеткенмен адамның өз қасиетін мұқалтпаған тәрізді. Оны әлгі үйдегі әйелдің ақсуын ақтарылған ақ көңілімен бергеніне, ағынан жарылып аңқылдағанынан көрсе, енді міне Шопанның жас жұбайы өзінің жинақылығы мен ұқыптылығын, сыпайылығын көрсетіп отыр. Шай ішіліп болғанша оқыс бір қимылын сездірмеді. Қызып алған жас жігіт қылжақтап сүйкенсе, әдеппен ғана тәртіпке шақырып, әзіліне де инабатты, зілсіз әзілмен жауап беріп, тыйып тастап отырды. Бастапқыда мұндай әйелі бар үйге бұлар үйір болмай деген ойы көп ұзамай бұзылды. Санаттың сыпайы, сырбаз мінезімен ақ әйел ешбір әбестік білдірмей, ешкімді маңайлатар көрінбейді. Ал мына екеуінің тек Оңалбектің шашпауын көтерушілер екенін Санат тамақ келгенше біліп алды. Үй иесі әйел, меңгеруші Жәке, зоотехник қайным деген сөздерінен манағы үйдің әйелі айтқандар осылар екенін білді. Біздің Түймен Оңалбекке қонған құт қой. Сол жаман неме маған екі дүниеде дән риза шығар. Осындай құсты қолына әкеліп қондырып бергеніме. Әйтпесе, әлгі Құдайберген деген қу иектеп, қатын үстіне алмақ та болды деп, арық қара күжілдеп көкей бастап еді. Жәке, қайтесіз соны айта беріп, аузыңыздың дәмін кетіріп, сіздей жәкем тұрғанда мен қайда барар дейсіз. Түйменнің сөзінің астарын арық қара түсінген жоқ. Бәсе сөйтсеңші, деп қопаңдап қойды. Әй, кім білсін, талайдың көңілін айынтып, араға түскен боларсың сен қу. Осы ой келген Санат, Құдайберген дегеніңіз Тікендідегі әлгі шұбар қара бала ма? Ол жас емес пе әлі? Деді. Көзі Түйменге түсіп еді, бетінің ұшы алаулап, басын төмен ие берген екен. Мына сөз жайсыз тиетін тәрізді. Аңдамай сауал беріп қалғанына Санаттың өзі қысылды. Сыздауыққа тиіп кетіп, кешірім өтінген адамдай қызарақтап Түйменге қарай берді. Түйменнің ерінің ішіне ғана болымсыз жымысқы күлкі үйіріліп, демнің арасынша түк білмеген адамдай бола қалды. Өзін керемет ұстай біледі екен. Иә, кәдімгі уақастың баласы. Інішек, ұмытпаған екенсің ғой, әкесі оған жастайынан әйел әперген. Ал өзі болса Алматыда оқып жүр. Мына біздің Түймешті көрген соң бұрынғы әйелін тастаймын деп далбасалап қиқалақ салған көрінеді. Жас емес пе әлі? Деді Санат қайталап. Әй, інішек, жас масқа қарайма жұрт. Осында жас бір сәрі ғой. Қарттардың өзі құтырып барып жас қыздарға үйленді емес пе? Санат сенбеді. Әзіліңіз болар. Зорламаса қыз тие ме шалдарға? Оны өздерінен сұра деп, арық қара шынтағына тіреген жастыққа сұлай кетті. Санат жағасын ұстады. Опырмау, бұл қалай? Түйменге қарап еді, ештеңе естімегенсіп, орнынан тұрды да ыдыс аяқты жинауға кірісті. Қолын созып, қуырдақты ала беріп еді, арық қара жатқан бойы қолынан шап етіп ұстай алды да, бұған тиме, закуска болады деді. Онысына қарағанда құлқыны тағы да арақ тілеп тұрғандай. Санат әлгеден кейін ішкен жоқ. Түймен де аузына алмайтын болуға керек. Жас жігіт бірер рет ұсынып еді, шендетпеді. Суыған шайдай әңгіме де суый бастағанда жас жігіт, бәке, әлгі жылан көздің малдарын қайтпексіз, деді. Санаттың жүрегі су ете түсті. Манадан қайдан көрдім деп отырған адамы енді есіне түсті. Мынау Балтабектің дәл өзі. Баяғыда Сапардың үйіне келгенде көргені бар. Онда мына қырымда еті жоқ, жүзі сұр еді. Көзінде жымысқы бір күлкі ойнап тұратын. Қазір ол жоқ, жүзі қарайған, көзінде өзімшілдік, тоқмейілдік бар. Бірден танымағаны да сонан болар. Бәсе, Шөпекті мақтап, менің де мән жайымды біліп отыр. Әлгі Тілептен естіген екен ғой, Шөпек ақсақалға бір қой басып жібердім деуіне қарағанда, әлі де ішмайлары бір болғаны ғой. Бұл антұрған менің Сапармен дос екенімді білмейтін шығар. Әйтпесе, талайдың басына әңгір таяқ ойнатқан мұндай сұмдар Шөпекке қой бергенін айтар ма? Санаттың бір таңғалғаны,
бұл әлімовтің колхозына қалай келді, қалайша запперма боп жүр, сірә мұнда бір гәп болар. Санат сыр бермеуге ұйғарды. Іші өрт болып қызып жанса да, шыпшыған қан тамырларын тепкілеп, қаншама бұлқынса да, іштей кіжінгенмен оны сыртқа шығармады. Реңі бастапқы салқын сабырынан айныған жоқ. Жарсын мына тұмсықта отырған Оңғарбайға қосам, қалғанын анау Аманбай ата келді, Кәріпжандарға үлестірем деді Балтабек жатқан бойы, кеудесін алақанымен шапалақтап. Оңғарбай ағай, сырқат қой, азулы жеңгей қосқыза қояр мекен? Жаз ортасында оған ауыр деппін бе? Ілбеген неме кішкене шаншуласа, қатынның көйлегінің астына жүгіреді деді Балтабек кекесінмен. Алмай көрсін, азу тістерін қағып алайын. Бұл арада өзінің өктемдігін Санатқа да білдіргендей сілдене айтты. Келгелі оның сөз әлпетінен, отырысынан айлакер қулықта ғана емес, деміне нан піскен өктемдікті де, дойырлықты да аңғарғанды Санат. Бұл оған кейіннен біткен мінез секілді. Ол кісінің үйінде мен де болдым деді Санат, осы арада сөзге қосылып. Дәрігерге қаратпаса, ауруы меңдеп кетуі мүмкін. Балтабек басын жастықтан жұлып алды. Жас баладай бұртаң ете түсіп, шатынай қалды. Әй інішек, сен қайдан білесің біздің шаруаны? Білмеген соң кіріспе. Дегенмен, деді Санат, оның тікесіндеу сөзіне қыбыжықтап, мүдіріп қалып. Онда ауру тұрмақ сайтанда жоқ, келімсек немелердің құрқулығы. Оны мына мен білемін, деді кеудесін нұқып алып. Заржақ қатыны жамандаған екен ғой, өзіңе тәуірақ. Рақаңа талай айттым. Соларды әспеттеп, басқа секіртпей-ақ, ана жыланкөз секілді бір теуіп қайқайтып, қуып жіберу керек деп. Бәке, ол кісінің әйелі жақсы адам, олай демеңіз. Маған айтса, қалжайларын айтты. Онда тұрған не бар? Айтпаса да көрініп тұр ғой, бәрі де бадырайып, деді Санат Балтабектің мына сөзіне ызасы кеп. Іштей бір кезде пәле қоғыш өзің едің, енді бастық болған соң өзіңе де тықыр түскен екен ғой бәлем. Меніңше, Әлімов ақсақал кеудем соқ емес болар. Шопандарды бір теуіп қайқайта беретін. Адамға осылай қарауға бола ма, бәке? Санаттың Балтабекке қарсы сөйлегеніне зоотехник жігіт көзі шарасынан шығып бақшиып қалыпты. Адам, деді Балтабек ызалы кескінмен мырс етіп. Көргенбіз ондай адамдарды. Аузымен орақ орғаннан басқа бітірері жоқ. Іздегені дау-жанжал, заң-закон, алдына салған малға ие бола алмай жүргендері анау. Айтсыншы мына зоотехник, сол Оңғарбай биыл көктемде қанша малды қырды? Оның себебін мына сізден білсем деп едім, бәке. Мен арнайы осы үшін газеттің жұмсауымен, Базарбаев жолдастың тапсыруымен келіп отырмын. Санаттың мына сөзі дәл төбелеріне жай түскендей әсер етті. Не дейсің? Деді Балтабек, естімеген адамдай апалақтап. Газеттен келдім, деді Санат салқын жымиып. Ол басында редактор айтқандай, озат Шопан жайлы бір очерк қана жазып қайтпақ еді. Бірақ ойламаған жерден көргендері мен естігендері оны қоздырмай қоймады. Байқағансып, көрмегенсіп, кете беруге журналистік ар-ұжданы жіберер емес. Бұл байламға Оңғарбайдың үйінде келсе, енді нық бекінген еді. Не де болса малшылар өмірімен жете танысып, көлемді бір материал жинап қайтпақ. Санат мал шаруашылығын сан тарау, қилы-қилы мәселелеріне келгенде өзін өзі әлі шәкірт деп білетін. Оның есінде қалғандары мал өрісін таңдай білу және жиі-жиі ауыстырып отыру секілді газеттің құрғақ тілмен жазылған жалпылама нәрселер ғана. Балтабек те сөз үстінде жарытып, мардымды ештеңе айта қоймады. Зоотехник жігіт болса, ішкен арақтың уыты бойына енді жайылғандай, сөзі божырап. Марқайған қозылардың мына шілдеде көп өлуінің себебіне деген Санаттың сұрағына жайылым жайсыз деп ақыл қата берді. Малшылардың жай күйі жайлы да Балтабек шешіліп ештеңе айтпады. Санат газеттен келгенін айтқанда, рақаңа жолықтың ба? Деп еді алғашқы сұрағы. Санаттың жолыға алмағанын білген соң, салы суға кеткен адамдай
болбырады да қалды. Мұны Рақаң біледі. Рақаң осылай ұйғарды секілді сылтаулармен сөзден қашқақтай бастады. Осылай ырың-жырың боп отырған кезде сырттан адырақ көз, апсағай денелі бір адам кіріп келді. Ол есен сауға да келген жоқ. Мұнда отыр екенсің ғой. Әлгінде осы жақтан түтін шыққанын көріп, өзімде солай жорамалдап ем. Сенен үйреніп, мен де иісшіл боппын. Жарымағанның сарқытын ішпе дегендей жақсы әдетің ауызсан нетті. Бірақ ондай әдет бар дейсің бе сенде? Ар ұяттан жұрда екеніңді білсем бұрынырақ деп түрсе қоя берді. Бала шағамды шырылдатып, басымдағы 2 уық, 1 жапырақ киізімді алдың. Енді не өшің бар менде? Соншама билеп төстерлік. Малымды бермеймін алдымдағы. Ана соңыңа ерген күшіктеріңді шәуілдетпе. Балтабектің көзі ақшиып кетті. Орнынан сұрланып, ысқыра түрегелді. Кет дедім ғой мен мана. Бар, шаптыратын кісің болса, шаптырып ал деді, қолын сермеп ақырып. Әкіреңдеме, кетпеймін, деді кірген адам, қолындағы таяғымен жерді нұқып-нұқып қалып. Сенген күшің анау әліміп болса, көріп алдым. Бермеймін малымды. Қолыңда өлем білдің бе? Даусы ышқына шықты. Жаңа әзірде сыртқа шығып кеткен түймен жүгіріп келді. Реңінде үрей. Қойыңыздар, қойыңыздар деп әрқайсына бір жалтақтайды. Әй жылан көз, деді Балтабек қалш-қалш етіп. Рақаңа тіліңді тигізбе, босқа әулігіп. Сол кісі емес пе? Осында әкеліп басыңа үй, қолыңа іс берген. Үмітін ақтамай берген, асына сарып жүрген өзің. Енді былшылдама, көп бар айда. Әдірам қал, деді жылан көз ернін шығарып, 3 саусағын көрсетіп. Жарылқағаны мынау ма оның? Не дейсің ей? Балтабек едіреңдей ұмтылды. Екеуінің керісуінің арты насырға шауып бара жатқанын көрген Санат орнынан ұшып тұрып ара түсті. Сабыр етіңіздер. Әбден ыза болып қызынған жылан көз қарсы ұмтылып, ұр, не көрмейсің? Білем сенің жуан жұдырық екеніңді. Әліміптің қамшы сілтейді, сен жұдырығыңды ала жүгіресің. Әуселеңді көріп алдым. Қане ұр, менде енді аянар ештеңе қалған жоқ. Қане ұр деймін ойбай, деп өңіштей берді. Бұл кезде есі шығып, абыржыған зоотехникте Балғабектің қолына жармасып қалып еді. 3 жақтап жатып, екеуінде отырғызды. Ақсақал, сәл сабыр етіңіз, басалқы сөзге көшейік, деді Санат, әлі де 2 иығынан дем алып отырған жылан көзге басу айтып. Несін айт дейсің қарағым? Колхоз қойын баққалы 15 жылдай болды. Сонан бері кемпіріміз екеуміз біреудің бір сабақ жібіне тимеппіз. Біреуге жарамсақтанып, бәйек болған жеріміз жоқ. Бірде аш, бірде тоқ дегендей жүріп жатқан жайымыз бар еді. Анада кемпірім аяқ астынан кеселге ұшырады да, шыдай алмай, далбасалап ауданның локторына әкеттім. Бірер күнге оралам ба деп, малымды жақын бір қойшыға табыс етіп кетіп ем, қайта алмай 10 шақты күн жүріп қалдым. Кемпірімді пішпектегі локторға қаратуға тура келді. Сонан кейін малымды қайта алсам, 2 тоқтым жоқ болып шықты. Әлде қолды болды ма? Балтабекке отырая бір қарап қойды. Әлде тастың түбіне жатып, қалып, ұйтқыстың аузына кетті ме білмеймін. Шыныңды неге айтпайсың? Ұрлап сатып, базарлап қайттым демейсің бе? Деді Балтабек бір қыстырылып қалды. Әй Балтабек, аузымды көп қышытпа. Ұрлық сенен өтіп маған әлі келген жоқ. Кәрі саулықтың жасындай жасым қалғанда, ол пәледен сақтасын. Сендер адамның сөзінен гөрі мақұлықтың сөзіне сенесіңдер. Тұрлаусыз бір жансың ғой. Әркімге бір байланып, бастықтың сойылын соғар. Болмаса айтпайсың ба? Ана әлімке бар істің шынтуайтын. Жылан көз ентігін басқандай сәл тыныстап, Санатқа бұрыла түсіп, сөзін жалғады. Сонымен не керек? Қойдың құны деп, құнажынымды алды. Алсын, бастан құлақ садаға. Онымен қоймай, тігіп отырған үйімді алып қойды. Оған да шыдап, онан мұнан құрап, күрке қалқитып отыр едім. Енді колхоздан кет деп, бағып отырған қойымды алмақ. Мына бір жарбиған бала шікірейіп келіп, малыңды өткізесің ертең, деп тұр. Міне біздің душар болып отырған хал осы балам. Бара-бара басыңда алармын, дер бұл жұрт. Ол бетін Балтабекке бұрды.
Колхозда мен кетпеймін, малымды бермеймін, осыған басымды тігіп кеп отырмын. Бейкүнә жандарды жазғырғаныңда түбінде бір обалы болар.